Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай сіздердің назарларыңызға қарманнан жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Одан кейін үстіне 5 грамм дозымызды саламыз. 3 грамм құрғақ аштығымызды саламыз. Және де 2 тал жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін жылымық суымызды құйып, осылай араластыра отыра қамыр илейтін боламыз. Қамырды неғұрлым жұмсақтау илеуіміз керек. Сонда қарман нанымыз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп жатқан кезде көк биязды қосып жіберсеңіздер, жақсы дәм береді. Қамырымызды болғаннан кейін 20 минут тындыруға қойып, 20 минуттан кейін алып бөліктерге бөліп, 6 бөлікке бөлеміз. Одан кейін қамырымызды дөңгелек қылып жайып ап, ортасына сармай жағамыз, не болмаса құйрық май жақсаңыздар болады. Одан кейін дәл видеодағыдай бір шетінен кесіп, осылай дәл видеода көрсетілген бойынша орап шығатын боламыз қамырымызды. Ортасына құйрық май немесе сармай жақсаңыздар болады. Құйрық май жоқ болса, онда сармай жақсаңыздар болады. Дәл осындай орап алып, одан кейін түбі жағын осылай нығыздап бекітетін боламыз. Дәл видеода көрсетілген бойынша осылай бекітіп, одан кейін оқтауымызбен енді осы қамырымызды тағы да дөңгелек қылып жайып алатын боламыз. Оқтауымызбен ұнымызды сеуіп, дөңгелек қылып жайып алатын боламыз. Мінекей осылай жайып алдық. Енді табамызды қыздырып, сұйық май жағып, одан кейін осылай аунатып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.